Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен золотая нитканы жасап үйренетін боламыз. Сіздерге қызыл түсінен және көк түсінен жасап үйрететін боламын. Ол үшін біздерге осындай қара және қызыл нитка қажет болады. Мен рулонымен 1200 теңгеге алған болатынмын. Одан кейін клей, қайшы және хрусталь тастарымыз қажет болады. Бұның ниткасы 1100 теңгеден тұрады. Енді ортасына между бусин осындай алтын жалатылған между бусин сатылады. Бұны штугын мен 50 теңгеден алған болатынмын. Қанша кететінін видео барысында айтатын боламын. Қыздар, ең бірінші красный нитямызды жасайтын боламыз. Ол үшін жібімізді қолымызға өлшеп алатын боламыз. Біз 2 қабатты жіп алатын боламыз. Өйткені бір қабатты үзіліп кетуі мүмкін. Міне қыздар, осындай ұзындықта қолға өлшеп, астындағы бөліктеріне де ұзындай алсаңыздар болады. Мен көзбен өлшедім. Өз қолдарыңызға осылай өлшеп алсаңыздар болады. Енді хрусталь тастарымыздан өткізу үшін осындай жылқымызды алатын боламыз. Оны жібіміздің ортасынан өткізіп, 2 ұшын біріктіріп, содан хрусталь тастарымыз бен между бусинкаларымызды өткізетін боламыз. Себебі олар жіптің өзінен өтпейтін болады. Енді бисерге арналған кішкентай ине емес, бірақ та инеге ұқсас материалда, жұқауысы жылқыға ұқсас десем де болады. Сондай ине деп аталатын бар, бірақ мен оны таппадым, сондықтан осындай жылқымен өткізетін боламыз. Кезек-кезек бірінші қызыл хрусталигімізді, содан кейін между бусинкамызды салатын боламыз. Бізде хрусталигіміздің диаметрі 4 мм. Қыздар, біздер қызыл ниткамызда красный тасымыздан 18 красный хрусталик қолданатын боламыз. Ал алтын жалатылған между бусинкамыздан 17 между бусинка қолданатын боламыз. Бұл бізде стандарт размер екен. Барлық браслетте осындай өлшемде қолданылады екен. Енді қыздар, жібімізді өткізіп болғасын, 2 жағын теңдей бірдей қылып ортаға қоятын боламыз. Енді 2 шетіне бір хрусталик және бір между бусинканы бөліп алатын боламыз. Бұл біздің браслетіміздің шеткі жағында тұратын болады. Браслетіміздің шеткі жағын бір түйіншік десеңіздер жеткілікті, ал ұшын зажигалканың көмегімен кішкене күйдіріп жібересіздер. Енді көп красный нитті көрген боларсыздар. Өткізілген тастың шеткі жағында түйіншік дейді, бірақ біздер ортасына 2 жіп алғандықтан біздің тастарымыз қозғалмай бір орында тұратын болады. Сондықтан сіздерге түйіншік демеуге болады. Енді төменгі бөлігін келтіріп отыру үшін тағы да красный нитямыздан 30-40 сантиметрде қиып аламыз. Оны 2 ортасынан теңдей майыстырып арқылы осы жерімізге өрім секілді өретін боламыз. Видеода барлығын түсінікті көрсеткен болатынмын. Көріп, қалай өру керектігін үйреніп алыңыздар. Сіздерге түсінікті болу үшін айтып отырайын. Жіпімізді ең бірінші астынан өткіземіз. Одан кейін бір бөлігін алып, тағы да астынан өткізіп,
оны екінші жақтың үстіне қоямыз. Ал екінші бөлігімізді жаңағы өткен ортадан өткізетін боламыз. Содан кейін екі жағын дәлме-дәл ортасынан тартып қысатын боламыз. Бірақ қыздар, осы жерде қатты қысып жібермеңіздер. Бұл орта бізде қозғалып тұрады. Бұл браслетімізді ұзартып кішкертетін ортамыз болғандықтан. Қыздар, қатты бос та қоймаңыздар, қатты қысып та қоймаңыздар. Міне бірінші бөлігін осылай тағып алғаннан кейін, енді дәл солай екінші жағына қайталайтын боламыз. Осылай кезек-кезек өретін болсаңыздар, сіздерде мен көрсетілгендей өрім шығатын болады. Бірақ қыздар, шатасып кетпеңіздер. Бірінші оң жақ, сосын сол жақ деп қайталап отырыңыздар. Егер де сіздерге қиын болса, өрімде көрініп тұрады, бір жақтың бас жағы ашық тұрады. Сол жақ сіздердің ең бастайтын жақтарыңыз өріп, соған мұқият болыңыздар. Қыздар, енді менің браслетімде 13 узор шыққан екен. Енді сіздер бұл жерін қалың немесе жұқа етіп жасай аласыздар. Слишком жұқа да жасамаңыздар. Толық қалың етсеңіздер де ұзартатын бөлігі ұзармай браслетіңізді қысқарта алмай қаласыздар. Сондықтан средний размерде өрсеңіздер болады. Бұл ниткіні көп жерден көріп жатқан шығарсыздар. Біреулер 15 мыңнан, біреулер 7 мың жарымнан, ал біреулер 3 мың жарымнан сатып жатыр. Әрине ортасындағы тастары таза алтыннан бар деп естігем. Бірақ қазіргі кезде осындай алтын жалатылған түрлері шығып жатыр. Бұдан қыздар қорықпаңыздар, бұл қараймайды. Өйткені сыртында алтын жалатылған болғандықтан. Сондықтан арқайын таға аласыздар. Кеткен сумыңызда ондай көп болмайды. Сіздер 7 мың жарымға сатып алғанша, оның 3-тен 1 бөлік ақшасына осындай ниткіні өзіңіз жасап алыңыздар. Енді қыздар, мен секілді жіпті рулонмен ала аласыздар. 1200, мүмкін бір жерде 1000 жарым шығар. Ал метрі 60 теңгеден немесе 40 теңгеден сатылады. Тек метрлеп алсаңыздар да болады. Ал менде хрусталиктен әлі де қалды. Оның бір ниткісін алған болатынмын мен. 1100 теңгеге алдым қыздар. Енді қыздар, ортасындағы алтын меж бусинаны таппасаңыздар, орнына титаннан жасалған люкс фурнитурады сататын магазиндерде болады. Гематитті қолдансаңыздар болады. Тағы да сондай тастар болады кішкене. Солармен алмастырсаңыздар да болады, олар қараймайды. Енді шеткі жағын болғаннан кейін астыңғы жағына осылай клейді жағатын боламыз. Үстінен сәл басатын боламыз. Сіздерде 300 болмаса, базарда момент клей деген сатады. Енді 101 клей емес, қыздар, бұнда 101 клей қолданбаймыз. Момент клей деген осындай сықпалы клей сатылады. Соны кішкене қолдансаңыздар болады. Клей жаққаннан кейін жібімізді осылай жан-жағына қозғайтын боламыз. Себебі клей біздің жібімізге жабысып қалмауы керек. Осылай шет жағын қыздар қиып тастайтын боламыз. Және ұштарын біз кішкене зажигалканың көмегімен күйдіріп тастайтын боламыз. Міне қыздар, осылайша красный нитеміз дайын болды. Енді өлшемді өзіңіздің қолдарыңызға қарайсыздар. Егер қолдарыңыз кішкене қалыңдау болатын болса, тағы да хрусталикпен
межбусинаны қосуға болады. Соған қосқаныңызға байланысты сіздің жібіңіздің де ұзындығы ұзын болады. Төменгі жағындағы жібін де осылай ұзын етіп немесе қысқа етіп ала аласыздар. Бұл жіп сіздің қолыңыздан шешілуге, киілуге көмектесетін болады. Енді қыздар, біз синий ниткамызды жасайтын боламыз. Онда біздің хрусталь тастарымыздың размері үлкен, сондықтан между бусинді аз қолданатын боламыз. Енді оған қара нитканы алған болатынмын. Қалған заттарды мына басында таныстырып кеттім. Міне осындай хрусталь тастарды қолданатын боламыз. Бұның диаметрі қателеспесем 6 мм секілді. Ортасына между бусиндарды салатын боламыз. Дәл жаңағыдай қыздар, жылқымызды аламыз. Жаңағыдай өткізіп, кезек-кезек біз хрусталигімізбен между бусинкаларымызды өткізетін боламыз жібімізден. Қыздар, бұл жерде мен 17 хрусталь тасын қолданған екенмін. Және 16 между бусинканы қолданған екенмін. Между бусинка бұл жаңағы золотой, ал хрусталь тасымыз бұл көк түсті. Көк түсті тасымыздан мен 17 қолданыппын. Шеткі жағына да қыздар осы жерде өткізіп жібересіздер. Жаңағыдай қызыл ниткі секілді. Мен бұл браслетті ең бірінші жасаған болатынмын красный нитядан бұрын. Сіздерге ең бірінші видеоға красный нитканы қойған болатынмын. Себебі ол жерде манағы тастарымыз бірге салынып кеткен. Ал мұнда мен бірге салмай соңынан салдым. Соңынан екінші шеткі жағына менің тасым сыймай қалды. Себебі жылқы о жерге тағыла алмады. Екіге бөлініп тұрған ұшы жағы бар ғой, сол жерге тағалмадым. Сондықтан осы жерде 17 хрусталигімізбен 16 между бусинкамызды өткізіп аламыз.
сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Маған идея қоса отырыңыздар. Видеоларым ұнаса, комментарийда жазып кетіңіздер. Егер дұрыс емес бір жер деп ойлайтын болсаңыздар да, төменге жазып кетіңіздер. Сіздердің ойларыңыз мен үшін маңызды. Міндетті түрде оқып, сіздерге ответ қайтаратын боламын. Бұл ниткіні қыздар өздеріңізге жасасаңыздар да, немесе құрбыларыңызға, жақындарыңызға жасап берсеңіздер де өте керемет подарок болады. Өзім жасадым деп мақтанатын боласыздар. Сондықтан осы видеомнан қарап үйреніп алыңыздар. Сіздер үйреніп алсаңыздар, мен қуанышты боламын. Менің Instagram аккаунтымды жасаған болсаңыздар, белгілеп салып кетсеңіздер болады. Осы YouTube каналыма байланысты Аяука Декор деп жаңа Instagram ашқан болатынмын. Бірақ оны әлі жүргізіп жатырған жоқпын. Және өзімнің аккаунтым Аяукам 97. Екеуінің бірін немесе екеуін де белгілеп кетсеңіздер болады.
болды. Өздеріңізге менің видеомнан жасап үйреніп алыңыздар. Алған білімдеріңіз қайырлы болсын.